Қазіргі қоғамдағы көптеген дінге қатысты талас-тартыстар туындап жатады. Солардың басында тұрған мәселелердің бірі мынау шет елдерде діни білім алып келу, сол алып келген білімді Қазақстанда қолдануға немесе жаңағы шет елдегі өзі қабылдаған құндылықтарды Қазақстанға келіп тықпалауға қатысты көптеген келеңсіздіктер орын алады. Жалпы Қазақстандағы исламофобияның, исламға қарсы көзқарастар мен пікірлердің өршуінде осы радикалды бағыттағы көзқарастағы азаматтардың рөлі, орны ерекше. Яғни солар көп жағдайларда себеп болып жатады. Себебі дінде бар немесе дінде жоқ деген дүниелер соңғы кездерде қоғамдағы қарапайым тұрмыстық мәселелерге шейін кіріп, үлкен-үлкен талаптар қойылып, оған кейбір азаматтар мысалы діннің басына немесе имандылықтың қарапайым қағидаттарына әлі келе қоймаған азаматтар үшін үлкен-үлкен діннің талаптарын қойған кезде олар бірден діннен безіп немесе дінге қарсы өздерінің позицияларын көрсетіп жатады. Бұл өз кезегінде шет елдерде білім алып, сол шет елдердегі діни оқу орындарының құндылықтарын, тәрбиесін, элементтерін, тіпті сол мемлекеттің, сол елдің, сол ұлттың салтын, мәдениетін, санасын, түсінігін, психологиясын қабылдап, оны біздің елімізге тықпалаудан туындап жатқан үлкен келеңсіздік деп айтуға болады. Сол себепті де діни білім алу әрине әр азаматтың өзінің жеке құқығындағы, қалауындағы мәселе. Десе де алған білім ол біздің құндылықтарымызға, ұлттық мүддемізге, мемлекеттік тұтастығына, діни бірегейлігімізге, дәстүрімізге, мәдениетімізге қарсы бағытталмау керек. Егер ондай болатын болса, біз қоғамдағы алауыздықты, жіктікті одан ары арттырып, тудырып, ақыр аяғында қоғамның жаппай діннен безуіне алып келуіміз әбден мүмкін. Сондықтан да шет елдерде діни білім алуға асықпау, балаларды шет елдерде діни білім алуға жібермеу, буыны қатпаған, буыны бекімеген жас балаларды түсініксіз, белгісіз діни оқу орындарына жібермеу, бұл ең басты идеологиялық оларды сақтау болып саналады.